1960 жылдары Битлистің ауылдарының бірінде жаңа өмірге келген сәбилерде қорқынышты ауру пайда болған еді. Кейбіреулерінің аяқ-қолы жоқ болса, кейбіреулерінің бір көзі бар және жылан терісіне ие еді. Бұл жағдай Битлисте қорқыныштың өрши түсуіне себеп болды. Бұл қорқынышты жағдай тек қана ауылға емес, бүкіл Анадолуға таралған болатын. Өмірге келген барлық сәби осылай өмірге келетін. Ауыл тұрғындары оларға бір пәле немесе лағынет болғанын ойлай бастады. Бұл тақырыпта әбден бас қатқан халық сиқыр тақырыбында атағы шыққан әйелге баруға шешім қабылдайды. Бұл әйел ауыл тұрғындары тарапынан Белкис ана деп аталатын. Битлистік Белкистің өмірін естіген кезде денеңіз тітіркен еді. Жалғыз естіген кезіңізде болса қорқыныш береді. Қатты қорқатын болсаңыз ескерту, бұл бейнені көруді тоқтатыңыз. Ауыл тұрғындары Белкис анадан көмек сұрап, оның есігіне барады. Белкис ана тұрғындарды жақсылап тыңдап алды және бұл оқиғаның себебін анықтауға уәде берді. Ол ауыл тұрғындарына қарап, бұл жасаған күнәларыңның жазасыз деп айтты. Әр отбасының бір бала алып келуін және жаман энергияның қайдан келгенін анықтай алатынын айтады. Бұл оқиғаларға куә болған ауыл тұрғындарының айтуы осылай. Белкис ананы тек қана бір рет көрдім. Адамдардың оның біліміне деген құрметі маған қатты әсер еткен еді. Бір күні түнде жаңа өмірге келген ауру баланы оған алып келдім. 15 шақты басқа аналардың жинап үйдің ауласында барлығы Битлис ананың айтқан аяттарын оқыды. Сол кезде жаңа өмірге келген екі көзі жоқ сәбиді бесіктің ішіне қойған кезде ауыл тұрғындары да сол жерде болатын. Сәбидің көзі болуы керек болған жер теп-тегіс терімен бекітілген сияқты еді. Белкис сәбидің жүзіне көз сызып біртүрлі жазулар жаза бастады. Жазылған сөздерді оқып, қатты дауыспен айқайлады. Бұған мен және ауыл тұрғындары куә болып тұрған едік. Дәл сол кезде қара бір көлеңке бесікке қарай жақындады. Бұл қара көлеңке сәбиді алып кетті. Сол кезде ол жердегі барлығымыз қорқыныштан айқайладық. Бұрын соңды бұндай нәрсе көрмеген едік. Бұл жағдайдың болуына қарамай, басқа ауыл тұрғындары балаларын оған апарыпты. Бәлкім 4-5 рет бұл жағдай қайталанды. Бұл сәбилерді алып кеткен қара көлеңке не еді? Қандай бір күш осындай іс жасай алады? Бұл сұрақтар сол кездері барлығының ойындағы сұрақ болатын. Ауыл тұрғындарының куә болғанда бір оқиғаны тыңдадыңыз, бірақ болған оқиғалар тек қана осы емес. Балаларын Белкис анаға апарған бір әкенің оқиғасын тыңдайық. Екі балам бар еді. Екеуі де дені сау болмай туылды. Алғашқы баламның қолдары жерінде емес еді. Екінші балам болса терісі жылан терісінде және тілі де жыланның тілі сияқты болатын. Битлистік Белкис атын естіген кезімізде оған барып жағдайды айттық. Ол ауру адамдарды емдейтін адам ретінде танылған болатын. Барлығын ашық айтып, одан көмек күттік. Белкис бізден ақша немесе басқа нәрсе талап етпеді. Бізден жаңа өмірге келген терісі жылан терісіндей болған сәбимізді оған беруімізді сұрады. Бұл сәбиді құрбан ететін болсақ, кейінгі өмірге келетін балалардың дені сау болып өмірге келетінін айтты. Бірақ бізден жасауымызды қалаған нәрсесі тек қана осы емес еді. Ол бір шошқа сойып терісін оған алып келуімді және оның қанын жатудан бұрын бір қасық ішуімізді айтты. Оның айтқандары бізді қатты таңғалдырған болса да, келесі өмірге келетін балаларымыз үшін оның айтқандарын орындауға шешім қабылдадық. Оның істері бізге біртүрлі болса да, сол кездері оған сенетін едік. Оның айтқандарын жасадық. Түнде шошқа қанын ішкен кезімізде таңға дейін аяқ дыбыстарын еститін болдық. Дыбыстар үйіміздің ішінде біреу асығып жүріп жатқан сияқты
болып естілетін. Әйелім түнде ұйықтап жатқан кезінде бисмиллах деп артынан Алла тағалаға жаман сөздер айтып оянатын. Бұл жағдайлар бізге қатты әсер етті. Белгис анаға баратын уақытта жетіп келді. Шошқа терісін алып оған бардым. Үйіне барған кезімізде біз сияқты басқа отбасыларды көрдім. Барлығымыз үмітпен оған қарайтын едік. Белгис алып келгенім шошқа терісін жаңа өмірге келген сәбидің үстіне жапты. Терісіне мен үстіне алмайтын арабша сөздер жазды. Ол маған қарап, ұлыңды бұл бәледен құтылу үшін құрбан етесің бе деп 3 рет сұрады. Мен иә деп жауап бердім. Сол кезде жиналған бөлмеміздің есігі өз-өзінен ашылды. Қара көлеңке бесіктегі теріге оралған сәбиді алып кетті. Ол көлеңкені не екенін түсінбеген болсақ та, бөлмедегі барлығы шулап қаша бастады. Балаларынан айырылған ауыл тұрғындары бірнеше жылдан кейін өмірге келген балаларының дені сау болатынына сенетін. Өкінішке орай, оларды дені сау болып туылмады және өмірлері тағы да артқа қарай кете бастады. Осыдан кейін ауыл тұрғындары қайтадан жиналып, Белгистің үйіне барды, бірақ есікті ешкім ашпады. Үйде біреудің бар екеніне байланысты ешбір белгі жоқ болатын. Бұл жағдай жандарма басшысының ресми мәліметі бойынша осылай. Ауыл тұрғындары ашуланды. Бастарындағы бәледен құтылу үшін балаларын құрбан етті, бірақ өмірлері тағы да жаман бола түсті. Ауыл тұрғындары Белгистің үйіне баратын кезде ауыл басшысына кіріп, оны да баруын талап етеді. Ауыл басшысы да тұрғындармен Белгистің үйіне барып, есікті бұзып, ішке кіреді. Үйдегі атмосфера бұл үйде ешкім өмір сүрмеген сияқты болып тұрған еді. Жақын уақытқа дейін көпшіліктің кіріп шыққан үйінде ешбір жанның ізі жоқ болатын. Заттар шаң болып жатты. Ондаған жылдар бойы қолданылмаған сияқты еді. Белгис анадан ешбір із жоқ болатын. Оқиғаның қызықты тарапы осылай. Жандарма зерттеу кезінде бұндай бір әйелдің өмір сүргеніне байланысты ешбір дәлел таба алмады. Белгис ауыл тұрғындарының өмірін қарайтып қоймай, оның өмір сүргеніне байланысты ешбір мәлімет және дәлел табылмады. Кім екеніне байланысты ешбір мәлімет жоқ еді. Кейбір адамдар оны баласы болмаған отбасылардың жасаған сиқырлары себепті Анадолуға келген бір ифрит жыны деп ойлай бастады. Адамдар көз алдында алып кетілген сәбилердің басына келгендер болса бір құпия болып қалды. Сіз қалай ойлайсыз? Осы уақытқа дейін ауыздан ауызға айтылып келген Белгистің хикаясы қаншалықты шындық? Келесі бейнеде көріскенше.